Сәлем баршаңызға, менің есімім Жанар. Мен бүгін сіздерге үй жағдайындағы өте жұмсақ әрі нәзік болып шығатын, көп затты қажет етпейтін печенье дайындауды бөлістім. Базардағы печеньелерден әлде қайда қолжетімді әрі дәмді болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Менің рецептім ұнаса лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Және менің қазақша каналым дамуына үлес қосып, тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Дәмді, жұмсақ, өте күшті болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Ал рецептісіне көшейік. Бүгін біз үй жағдайында өте жұмсақ, әдемі болып шығатын печенье дайындайтын боламыз. Оған бізге алдымен 2 дана жұмыртқамызға қантымызды қосамыз. Сосын шемішке майымызды қосамыз. Сөйтіп осыларды жақсылап араластырып, қантымыз кішкене ерігенше араластырып аламыз. Осылай жақсылап араластырып алды. Енді осының үстіне ұнымызға 1 шай қасық толтырып, разрыхлитель салып, оны жақсылап араластырып аламыз. Сөйтіп оған бөліп араластырып, қамыр илейміз. Бірінші венчиктің көмегімен илеп алыңыздар. 2-3-ке бөлсеңіздер, арасында қамақтар болмайды, әдемі болып шығады печенье. Ал енді шамалы өшті қоюлығына бастаған кезде бүкіл ұнымызды салып, қолмен илейтін боламыз. Өстіп әбден басын біріктіріп қамыр илейміз. Қыздар, міне біздің қамырымыз дайын болды. Өте жұмсақ, әдемі болып шығады. Енді осыны тындырмай-ақ бірден осындай майда-майда бөлшектерге бөліп дастархан бетіне қойып аламыз. Енді қыздар, мынаны осындай 4 бөлшектетіп форма жасаймыз. Өстіп кішкене домалатып аламыз да, кішкене былай алақанның көмегімен. Әртүрлі формада жасай берсеңіздер болады. Мен осындай форма жасап жатырмын. Ұзыншалау етіп. Алақан көмегімен кішкене басып жіберсеңіздер, осындай болады. Достар, міне осындай форма жасап шығардық. Енді осының бетіне жұмыртқамызды жағып аламыз. Күнделікті үйдегі балдар жеуге жақсы. Магазиннен сатып алғаннан әлде қайда арзан және өте дәмді болып шығады. Сол себепті балдарыңызға жасап беріңіздер. Осыны қызып тұрған пешімізге 200 градуста соған пісіріп алатын боламыз. Ал достар, міне біздің печеньеміз дайын болды. Өте нәзік, жұмсақ болып шықты. Ал енді мен бөліп көргенмін. Арасында өте әдемі болып шығады, жұмсақ. Сіздер де жасап көріңіздер. Ас болсын, сіздермен бірге болған Жанар. Сау болыңыздар.